Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс тақырыбын өтетін боламыз. Бұл біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде жүрген тақырыптардың бірі болып табылады. Сіздер де білесіздер. Ең алдымен біз Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыстың 1837-1847 жылдардың аралығында өткендігін білуіміз қажет. Енді одан кейін мына мәселеге тоқталайық. 19 ғасырда ең ірі ұлт-азаттық қозғалыстарға тоқталайық. Бірінші, біздер білеміз, қазақ жеріндегі ең алғашқы ұлт-азаттық қозғалыстардың бірі ол Сырым Датұлы бастаған көтеріліс болды. Ол біздер білеміз 1783-1797 жылдар аралығында өткізілді. Бақандай 14 жылдың аралығын қамтыды. Міне көріп отырмыз. Екіншіден, ол Махамбетпен Исатайдың көтерілісі. Ол 1836-1838 жылдар аралығын қамтыған болатын. Үшіншісі, ол біздерге белгілі Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс. Оның мерзімі 1837-1847 жылдар аралығын қамтыған болатын. Одан кейін біздер білеміз, Жанқожа бар, Жанқожаның көтерілісі. Одан кейін бесінші болады бізде Есеттің көтерілісі, Есет Көтібарұлының көтерілісі. Бізде ең главный осы Сырым, Махамбет, Кенесарының көтерілістерінің мерзімдерін бізде сұрап келеді. Ал Жанқожа мен Есеттің көтерілісінің мерзімін ондай сұрамайды. Есте сақтап аламыз. Енді келесі мәліметтерімізге тоқталайық. Ең алдымен көтеріліске тоқталмас бұрын Кенесары туралы кішігірім айта кетейік. Кенесары бұл Қасым Сұлтанның баласы, Абылай ханның туған немересі болып келеді. Кенесары бұл балалық шағын Көкшетау өңірінде өткізеді, және де ол осы 1802 жылы Көкшетау қаласында дүниеге келген болатын. Ал өмірінің соңын, қартайған шағын Қырғыз жерінде, дәлірек айтқанда Кекілік Сеңгір жерінде өткізді. Келесі кезекте біздің айтатын мәліметтеріміз бұл көтерілістің барысы, көтерілістің мақсаты, нәтижесіне тоқталатын боламыз. Енді көтерілістің негізгі мақсаттарына тоқталайық. Біріншіден, қазақ жерінің дербестігін сақтау. Екіншіден, Ресейдің бекіністерінің салынуын тоқтату. Үшіншіден, қоғам тәртіпсіздігіндегі қазақтарды азат ету болды. Төртіншіден, округтерді жою болды. Міне осы 4 мақсат қойылды. Міне осы қарамен белгілегенді дәптерге жазып аламыз. Енді бұл көтерілістің басқа көтерілістерден айырмашылығы бүкіл 300 қазақтарының қатысуынан болды. Және де басқа да ұлт өкілдерінің қатысуымен өткізілді. Басқа да ұлт өкілдері өткізілді. Олардың қатарына орыс, башқұрт, өзбек, қарақалпақ, түркмен ұлт өкілдері қатысты. Міне көріп отырмыз. Енді келесі ендігі кезекте көтерілістің барысына тоқталайық. Көтерілістің барысы жоғарыда айтып өткеніндей 1837 жылы Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісшілер Ресей империясының сауда керуеніне шабуыл жасаудан басталған болатын деп айттым. Енді кезекте Кенесары өз жасақтарын Батыс Сібір генерал-губернаторлығына жібереді. Бұл жібергендегі басты мақсаты Ресей империясына өз талабын жеткізу керек болды. Талаптарына тоқталайық. 3 талабы болды. Біріншісі, қазақ халқының, қазақ аумағының тұтастығын қалпына келтіру керек болды Ресей империясы. Біріншісі. Екінші талабы, Ақмола приказын жою керек болды. Үшіншісі, Омбыда жатқан Кенесары әскерлерін босату керек болды.
Міне осы үш талапты қойды Кенесары Ресей империясына. Алайда патша үкіметі бұл талаптардың барлығынан бас тартып, оның есесіне Кенесары әскерлерінің барлығына дүре соқтырып, дүреден аман қалғандарын өз әскер қатарына қосып алды. Бұған ашу ызаға булыққан Кенесары өз жасақтарын жинақтап, Ресей империясының сауда керуеніне шабуыл жасауды үдете түседі. Кейініректен 1838 жылдың жазында, дәлірек айтқанда мамыр айында Ақмола бекінісін қоршауға алады. Бақандай 6 күн бойы қоршауда ұстап тұрады Ақмола бекінісін. Сол кездегі Ақмола бекінісі ең ірі бекіністердің бірі болған. Бірақ соңында бұл бекіністі Кенесары көтерілісшілері өртеп жібереді. Бұл бекіністі, Ақмола бекінісін Аға Сұлтан Қоңырқұлжа Құдаймендіұлы мен әскери старшина Қарбышев отряды қорғайды. Алайда бұл шайқастың нәтижесінде Ресей империясы жеңіліп артқа шегінуге мәжбүр болады. Бұл шайқастың нәтижесінде ерлік көрсеткен Кенесары батырлардың қатарына Ағыбай, Иман, Бұқарбай, Жоламан, Басықара секілді батырларды жатқызсақ болады. Міне осы 5 батырды есте сақтап аламыз. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеуімізде сұрақ келеді, әсіресе батырларда. Тағы да мынадай сұрақ келеді. Кенесарыны қолдаған ұлы жүз батырларын көрсетіңіз деп келеді. Ұлы жүз батырлары десе, бұл 5 батырды белгілемейміз. Керісінше Сұраншы, Байсейіт, Тойшыбек батырларын белгілейміз. Қазір келесі слайд беттерінде көрсететін болам сол батырларда. Міне осы 8 батырдың атауын есте сақтап аламыз. Жақсы, келесі бетке ауысайық. Жаңа айтып өттім, Ақмола бекінісін қоршауға алды дедім. Сонымен қатар 1840 жылдары Кенесары көтерілісшілері Жаңақорған, Созақ, Ақмешіт қалаларын қоршауға алады. Енді келесі 1841 жылдың қыркүйек айында 300-дің өкілдері бас қосып, Кенесарыны ұлы хан деп сайлайды. Енді қазақ хандығын қайтадан қалпына келтіреді. Біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде осындай сұрақ келуі мүмкін. 19 ғасырдың орта кезінде немесе 19 ғасырдың 40 жылдары қазақ хандығын қалпына келтіруге тырысқан ханды көрсетіңіз, немесе тұлғаны көрсетіңіз деп келуі мүмкін. Міне осы кезінде біз Кенесары Қасымұлы деп белгілейміз. Естен шығармаймыз. Қазақ хандығының ең соңғы ханы бұл Кенесары Қасымұлы. Абылай хан емес, Кенесары Қасымұлы. Естен шығармаймыз. Енді Кенесары Қасымұлы сонау кезінде өзінің аталары, бабалары салып кеткен билер сотын жойып, оның орнына хандық сотын енгізеді. Сонымен қатар қазақ хандығын бір орталықтан басқарылатын мемлекет қылдырады. Сонымен қатар Кенесарының қол астында небәрі 20 мың сарбаз болады. 20 мың сарбаз. Және де сонау Шыңғыс хандағы секілді оның 100 басы, 1000 басы, мерген басы, барлау әскерлері деген секілді оның өзінің әскери реформасын енгізеді. Міне біртіндеп келіп, осы кезде Ресей үкіметі Кенесарыдан қорқа бастайды. Келесі кезекте Енді кезекте қазақ хандығы өзінің хандық билігін қалпына келтіргендігін жариялағаннан кейін Ресей үкіметі қазақ хандығынан қорқа бастады. Ресей үкіметі Кенесары ханның басына 3000 сом мөлшерінде сыйлық жариялады. Яғни айтқанда, Кенесары ханның басын кім алып келетін болса, сол адамға 3000 сом мөлшерінде алтын, күміс бұйымдарды береміз деп айтты Ресей үкіметі. Енді 1843 жылы тамызда 1 Николай патша өзіне сенімді Лебедев бастаған жазалаушы отрядтарын көтерілісшілерге қарсы жіберді. Сонымен қатар қазақ сұлтандарының арасында Ахмет Жантөреұлы мен Баймұхамед Айшуақұлы бастаған әскерлер көтерілісшілерге қарсы шықты. Енді бұл кезеңде Кенесары әскерлері 1844 жылы шілдесінің 20-сынан 21-іне қараған түні Тобыл өзенінің жоғарғы ағысында Ахмет Жантөре әскеріне соққы берді. Бұл шайқастың нәтижесінде сұлтанның 44 адамы қаза тапты. Енді кезекте Кенесары Сарыарқадан кетуге мәжбүр болды. Бұл уақыт
1845 жылы 45 жылы орын алды. Яғни 1845 жылы Кенесары Сарыарқадан кетіп, Ұлы Жүз жеріне, Жетісу жеріне қоныс аударуға мәжбүр болды. Неге? Себебі қазақ халқы азық-түліктен тапшылық көріп, одан әрі егіншілікпен айналысуға мәжбүр болды. Енді кезекте бұл кезеңде патша үкіметінің іс-әрекеті мынадай болды. Кенесарыға көмекке келетін жолдардың барлығын кесіп тастап жатты. Тіпті орта жүз бен кіші жүзден келетін көмек әскерлердің жолдарын жауып тастап жатты. Енді біртіндеп Кенесары жалғыз қалып жатты. Енді кезекте Кенесары басқа елдерден, Қытай, Қырғыз елдері деген секілді елдерден көмек сұрауға мәжбүр болды. Енді келесі слайд бетімізге ауысайық. Мана жоғарыда айтып өткенімдей, Кенесары көтерілісін қолдаған Ұлы Жүз батырлары деп айтып өттім ғой. Міне осы сұрағымыз біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде жүр. Ол сұрақтың жауабы бізде Сұраншы, Тойшыбек, Байсейіт деп жауап береміз. Міне, бақандай Ұлы Жүздің батырлары десе, осы 3 батырды көрсетеміз. Ал Ақмола бекінісін қорғаған батырлар десе, жоғарыда көрсеткен 5 батырымызды көрсететін боламыз. Міне, көріп отырмыз, бақандай 8 батырымызды есте сақтап аламыз. Кенесары көтерілісі деген кезеңде. Енді Кенесары 1847 жылы басқа елдерден көмек сұрауға мәжбүр болды. Неге? Себебі патша үкіметі Кенесарыға келетін көмек әскерлердің жолдарының барлығын жауып тастады. Орта жүзден, кіші жүзден келетін көмек әскерлердің жолдарының барлығын жауып тастады. Енді кезекте Кенесары бірінші болып Қытай елінен көмек сұрады. Алайда Қытай мемлекеті Кенесарыға көмек беруден бас тартты. Себебі бұл кезеңде Қытайдың ішінде аумалы төкпелі замандарының бірі болып жатты. Неге? Себебі Қытайдың ішінде ұйғырлар мен дүнгендер деген тайпа болды. Міне осы уақытта осы тайпалар, ұйғырлар мен дүнгендер Қытайда бас көтеріп жатты. Міне сондықтан да Қытайлар Кенесарыға көмек беруден бас тартты. Енді келесі, Кенесары өзіміздің бауырлас ел Қырғыз елінен көмек сұрады. Ол Қырғыз еліне жіберген хатында мынадай деп айтты. Менің мақсатым сендермен жауласу үшін емес, қазақтар мен қырғыздардың басын қосып, оларды күшейту болып табылады деді. Бірақ та бұл ұсынысқа қырғыз билеушілер ұзақ ойлана келе, ашықтан ашық бас тартты. Неге? Себебі біріншіден кезінде Абылай хан атасы Қырғыз жеріне жорық жасағанды ұмыта қойған жоқ еді. Біріншіден, екіншіден, патша үкіметіне Кенесары әскерін ұстап беретін болсақ, патша үкіметі қырғыздарға үлкен бағалы сыйлық береді деп сезді. Үшіншіден, патша үкіметі жіберген елшілігі қырғыздар мен қазақтардың арасына от салды. Міне сондықтан да қырғыз билеушілері Кенесарыға көмек беруден бас тартты. Міне осы үш себеп түрткі болды. Міне кейініректе 1847 жылы сәуір айында Кенесары 10 мыңдай қолымен Қырғызстан жеріне басып кірді. Неге? Себебі қырғыз билеушілері Кенесарының жауабына үнсіздікпен жауап берді. Келесі слайд бетімізге ауысайық. Міне бірінші көріп Кенесарының Қырғыз жеріне басып кіру себебі деп тұрмын. Оның жауап ретінде қоқандықтармен бірігіп күресудегі ұсынысын қырғыз манаптарының жауапсыз қалдыруы. Міне осы сұрағымыз біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде келуі мүмкін. Менде жоғарыда аңыз әңгіме бойынша айтып өттім сіздерге. Енді ары қарай біз осы қырғыздар мен қазақтар арасындағы шайқасқа тоқталайық. Қырғыздар мен қазақтар арасындағы шайқас бұл Қырғызстан жеріндегі Кекілік Сеңгір аймағында өтті. Кекілік Сеңгір тау бөктерінде өтті. Кекілік Сеңгір деп отқанымыз ол қазіргі Ыстықкөл мен Шу өзенінің жоғарғы ағыс аралығында орналасты. Енді бұл шайқастың нәтижесінде Кенесары жеңіліске ұшырайды. Сонымен қатар Кенесары өзінің бауырлас батырларымен бірге қаза табады сол шайқаста. Неге? Себебі бұл шайқаста жеңілуге себеп болған тағы да бір жағдай Ұлы Жүз билеушілерінің Кенесарыдан бөлініп кетуі. Міне, мына сұрақ біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде келуі мүмкін. Есте сақтап алайық. 1847 жылы Қырғыз жеріндегі шайқаста Кенесарыдан бөлініп кеткен Ұлы Жүздің билеушілері деп сұрайтын болса, бұл сұраққа біз
Рүстем және Сыпатай деп жауап береміз. Міне осы екі билеуші Кенесарыдан бөлініп кеткен, немесе Кенесарыны сатып кеткен билеушілер деп көрсетеміз. Енді кезекте осы көтерілістің жеңілуіне себеп болған екінші жағдай қырғыз билеушілерінің Кенесарының ұсынысына жауапсыз қалдыруы. Міне осы екі жағдай көтерілістің жеңілуіне әкеліп соқтырды. Енді біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде тағы да мынадай сұрақ келуі мүмкін. Кенесарының ісін жалғастырушы немесе ұлы деп сұрауы мүмкін. Бұл сұраққа біз жауап береміз. Сыздық Сұлтан деп жауап береміз. Міне көріп отырмыз, әкесі Кенесарының ісін оның ұлы Сыздық Сұлтан жалғастырады дейді. Міне көріп отырмыз, міне осы жауап болады. Осы сұрақтың жауабы осы болады. Так, енді келесі. Ресейлік ғалымдардың Кенесарыға берген бағасы бұл қырғыз қазақ даласының Митраты деген баға берген болатын. Митрат дейтін болса, ол Кенесары болады. Есте сақтап боламыз. Тәуке хан емес, Кенесары. Ал Тәуке ханға берген бағасы ол қазақтың Ликурга деген атақ берген болатын ресейлік ғалымдар. Жақсы. Тағы да мынадай сұрақ болуы мүмкін. Халықтың сүйікті ханының ерлігін ақын Нысанбай Жаманқұлұлы Кенесары Наурызбай дастанында жырлайды. Міне осыны естен шығармаймыз. Жақсы, оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Егер де осы тақырып жайлы немесе Қазақстан тарихы жайлы сұрақтарыңыз болып жатса, төмендегі комментарийге сұрақтарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Жауап қайтарамын. Жақсы, сау болыңыздар, оқушылар.